Кешір қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Олжас Нұрекенов. Бүгінгі хабардан көретіндеріңіз. Белгілі абайтанушы Қайым Мұхамедхановтың рухына тағы бір мәрте құрмет көрсетілді. Ғалымға қойылған ескерткіш тақта қайта жаңартылды. Бүгін қаламызда белгілі ғалым абайтану ғылымына елеулі еңбек сіңірген жерлесіміз Қайым Мұхамедхановтың рухына тағы бір мәрте құрмет көрсетілді. Ғалымға қойылған ескерткіш тақта қайта жаңартылды. Сонымен қатар Семей мемлекеттік педагогикалық институтында Қайым Мұхамедханов және абайтану мәселелері атты республикалық ғылыми-практикалық конференция өтті. Қайым Мұхамедханов қаладағы Ибраев көшесіндегі 155 үйде 1944-2004 жылдар аралығында тұрған. Осы үйде қаламгер өз өмірінің шығармашылық кезеңдерінің жемісті жылдарын бастан өткеріп, болашақ абайтану мектебінің іргетасын қалады. Дәл осы үйде қазақ кср-інің тұңғыш әнұраны қағазға түскен болатын. Ғалымның 90 жылдығына орай қойылған ескерткіш тақтаны ағымдағы жылы белгісіз біреулер әлдебір өткір затпен тіліп, қайта жөндеуге келместі еткен. Былтыр бір белгілі бір біз білмеген себептермен мына қойылған ескерткіш тақтаға бір зат түсті деген сөз естіп, соны мына біздің өзінің 50 жыл қызмет жасаған, оқып бітірген, өзінің туылған жұрты Семей мемлекеттік педагогикалық институтының коллективі мына тақтаны жаңартып, қайтадан бүгін орнына келіп қойып отырмыз. Соған шашу шашылып, халық қуанышты. Себебі бұл кісінің тұрған үйі біздің тарихымыз, бұл кісіге келген кісілер біздің тарихымыз, әр біреу мына келешек ұрпақты тәрбиелеуге өз әсерін тигізеді деп ойлаймыз. Қайым Мұхамедхановтың рухына көрсетілген құрмет мұнымен шектелмеді. Жиналған зиялы қауым ғалымның ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, жас ақындар өлең оқыды. Мәдени шара Семей мемлекеттік педагогикалық институтында Қайым Мұхамедханов және абайтану мәселелері атты республикалық ғылыми-практикалық конференциямен жалғасын тапты. Онда 150-ден астам ғалым баяндама ұсынды. Республикамыздың түкпір-түкпірінен келген ғалымдар өздерінің абайтану, шәкәрімтану, мұхтартану және жалпы қазақ тілі мен әдебиетінің теориялық және тарихына арналған ғылыми мақалаларын жиналған қауым назарына ұсынды. Бұл 2 жылдан кейін келетін 100 жылдық мерейтойдың алдындағы өтіп жатқан шаралар Қайым Мұхамедхановның абайтанудағы, мұхтартанудағы, бүкіл қазақ әдебиетін зерттеудегі еңбегі әрқашанда өзінің жаңалығымен бізге өнеге көрсете беретін дүние. Сондықтан біз Қайым Мұхамедхановты зерттеуді, оның мұрасына қайта-қайта қайырыла оралуды өзіміздің парызымыз, міндетіміз санаймыз. Конференция барысында Қайым Мұхамедхановтың ғұмырбаянына қатысты мұрағат деректер қарастырылып, ғалымның абай мұрасының мәтін тану мәселесіне байланысты пікірлер айтылды. Талғат Уәли, Елжан Мағзумов, Семей жаңалықтар қызметі. Здравствуйте, вы смотрите итоговый выпуск новостей. В студии работает Сауле Байгалиева. И главное в этом выпуске. В Семее восстановили мемориальную доску памяти Каюма Мұхамедханова, испорченную вандалами в прошлом году. Повторное открытие состоялось сегодня с участием представителей общественности. Сегодня в Семее состоялось открытие обновленной мемориальной доски памяти нашего земляка, известного ученого-обоеведа, писателя и драматурга Каюма Мұхамедханова. Напомню, что в прошлом году неизвестные надругались над ней, нещадно поцарапав поверхность мрамора. Собрание представителей общественности продолжилось научно-практической конференцией, посвященной наследию Каюма Мұхамедханова. Каюм Мұхамедханов родился и вырос в Семее. С 1944 по 2004 годы проживал по улице Ибраева в 155-м доме. Именно здесь ученый написал свои многочисленные труды, основав фундамент для школы обоеведения. Именно в этом доме был написан первый гимн Казахской ССР. Мемориальная доска, которая была установлена 90-летию ученого, в прошлом году неизвестными лицами была подвержена вандализму. В прошлом году нам сообщили, что мемориальная доска Каюма Мұхамедханова испорчена. Коллектив СГПИ, многие из которых около 50 лет учились и работали вместе с ученым, решили обновить мемориальную доску. Сегодня состоялось торжественное открытие. Весь дом, в котором жил Мұхамедханов, большая история. Собравшиеся соратники ученого также возложили цветы к памятнику, а молодые акыны прочитали свои стихотворения. Культурное мероприятие продолжилось научно-практической конференцией на тему «Каюм Мұхамедханов и проблемы обоеведения». На собрании было представлено около 150 научных докладов ученых из разных областей республики. Также были озвучены архивные данные о жизни Каюма Мұхамедханова. Эта конференция, как Галик Абдулимович отметил, сегодня она посвящена 95-летию со дня рождения Каюма Мұхамедханова.
В ходе конференции участники поделились своими научными статьями об изучении творчества Абая, Шакарима и Мухтара, а также теории казахского языка и литературы. Асель Мамуджанова и Ильжан Макзумов, служба новостей семей. Ибраев көшесі 155-ші үй қазақтың қайсар қайымының қара шаңырағы дәл осы үйді ғалымды құрметтеп қара тастан тақта ашқан. Бәзбіреулер сол тақтаның бетін бүлдіріп күллі қазақтың жүрегіне сызат түсірген. Міне зиялы қауым болып сол тақтаны қайта жаңартты, жаңғыртты, қошемет көрсетті және ескерткішінің басында қайым жайында бір үзік сыр шертіліп, гүл шоқтары қойылды. Тарланның тағдыры, тауқыметі тура жолдан таймағандығы туралы тың пікірлер айтылды. Абайды зерттеді, Абайдың әдеби ортасын ең алғаш қарастырған адам Абайдың ақын шәкірттері үшін 25 жылға сотталып кеткен адам. Диссертация жазып 25 жылға сотталып кеткен деген дүниені қазір шетелдіктер естісе, жалпы әлем әдебиетінде мұндай сорақылық болмаған. Бұл кеңестік кезеңнің бізге жасаған үлкен қысымшылығы. Қайым Мұхамедханов және абайтану мәселелері атты республикалық ғылыми тәжірибелік конференция жан жақтылығымен ерекшеленді. Абайтанудың бүгіні мен болашағы, қазақ әдебиетінің тарихы және теориясы, қазақ әдеби тілінің өзекті өміршең мәселелерін қарастырған ғылыми жиында ауқымды тақырыптар қозғалды. Тақырыптарды да байқап көріп отырмыз. Түрлі жағынан, түрлі қырынан ашылатын сияқты. Абайтанудың абыз атанған, Абайды халықпен жақындастырған бірден бір ғалым Қайым. Ешкімнің дау жоқ шығар бұған сірә. Қайым қалай айтса да дәлелді, дәйекті, айшықты, айғақты айтты. Айтып қана қойған жоқ, бабалар мұрасын балаларына барынша жеткізді. Абайтанудағы, Мұхтартанудағы бүкіл қазақ әдебиетін зерттеудегі еңбегі әрқашанда өзінің жаңалығымен бізге өнеге көрсете беретін дүние. Сондықтан біз Қайым Мұхамедхановты зерттеуді, оның мұрасына қайта-қайта қайырыла оралуды өзіміздің парызымыз, міндетіміз санаймыз. Қайым ұлы және даратылға, даралығы сол қарағылды қақжарды, жатында жақында сатпады, темір тордың ар жағында болғанда. Ұлттың қаймақтарына қарсы қойған кеңестің кедергілерін көп көрді, кесапатымен бірге. Құламады, жыламады және жүрісінен жаңылмады. Сондықтан қазақтың қайымы болып қала бермек. Мұхтар Әуезов зорлап жазғызды. Маған жаңағындай Мұхтар Әуезов осы тақырыптарды беріп, мені дайындады деп, Мұхтарды сат, сонда сен түрмеден шығарамыз деп, кәдімгідей Қайым Мұхамедхановқа сондай ультиматум қойған. Бірақ Қайым Мұхамедханұлы бұлардың барлығына бармаған. Егер де мен солай өтірік алдап, қалай жер басып жүрем деп, кейінгі естеліктерінде Қайым Мұхамедхановтың айтатыны бар. Жанаттың ерзатымен Бақытжан Құнафин, 6-шы арна. Сегодня вся духовная и культурная общественность семьи отдали дань уважения известному абаеведу Каиму Мұхамедханову. В доме по улице Ибраева, 155, где жил ученый, обновили мемориальную доску, так как предыдущая пришла в негодность. Затем мероприятие продолжилось республиканской научно-практической конференцией на тему Каим Мұхамедханов и вопросы абаеведения. Эта конференция, как Ергалик Абдулимович отметил, сегодня она посвящена 95-летию со дня рождения Каима Мұхамедханова. Мы горды, что это, во-первых, выпускник нашего Семипалатинского государственного педагогического института. Это выдающийся абаевед, текстолог, который очень много сделал для восстановления доброй памяти о тех сподвижниках, которые работали в окружении Абая, и люди, которые были репрессированы, и он восстановил их добрые имена. На встрече участники обсудили вопросы абаеведения, истории, а также внедрение казахского языка в современное общество. Бұрынғы қазақ СССР-ның тұңғыш гимнінің авторы, ақын, жазушы, драматург, аудармашы. Асия Мутешева, Бахаджан Кунафин, информационная программа Шарайна.